Әл-Фараби шығыс медицинасы ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Біз бүгін өзіміздің Әл-Фараби шығыс медицинасы орталығында жасалған 15 жылдық тарихы бар мұрын аллергиясына шөп тұнбасынан жасалған дәріні таныстыруды жөн көрдім. Коминшин пиен деп айтамыз. Мұрын аллергиясы. Енді осы мұрын аллергиясының туылу себептері қалай туындайды, оның белгілері, оның патологиялық белгілері, себептері қалай? Осыны түсіндірумен бірге, осы біздің жалпы анализіміздегі біздің иммунитетімізге қатысты факторларды да қосымша түсіндіре кетемін. Әл-Фараби шығыс медицинасы ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Сіздер бөлісіңіздер, таратыңыздар, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Жақындарыңызға жолдап қойыңыздар, таратып қойыңыздар, біле жүрсін. Енді мұрын аллергиясының туылу жолы қалай? Мұрынның шырышты қабатындағы аллергендерге, соны тудыратын факторларға, мәселен, шаң, тозаң, топырақ, өсімдіктің тозаңы, хайуанаттардың, мәселен, мысық, иттің жүні секілді. Осылар аллергендерге фактор ету арқылы мұрынның шырышты қабатына әсер етеді. Осы арқылы біздің мұрнымызда аллергия пайда болады. Тітіркенуден, осы шаң тозаңдардың тітіркенуінен гоминшин биен қалыптасады. Аллергия пайда болады. Енді бұның негізгі себептері қалай пайда болады? Негізгі себептері мұрнымыз қышиды, мұрнымыздан мөлдір су ағады, мұрнымыз бітеледі, өнінген мұрын мен көздің арасы қышиды, көзіміз жасаурап тоқтамайды. Міне бұл мұрын аллергиясының белгілері. Енді бұның туылу себептері қалай туындайды? Бұл қалай туындайды? Қалай себептер арқылы? Көктем және күз маусымдарда бұның туылу себептері осы кезде. Себебі көктемде қыстай өлген өлекселер, шірген заттар, шөптер бәрі қардың астында жатады. Бір көктем келіп жылт етіп күн жылығанда ысиды, сондағы зеңдер, вирустар, бактериялар ауа арқылы кеңістікке көтеріледі. Ауа тамшылы біздің мұрнымызға енеді. Мұрнымыздың шырышты қабатына келгеннен кейін ол жерде жаңағы аллергияның қойнауын қалыптастырады. Сөйту арқылы осы себептерден пайда болады. Ал енді күзде шөп піскеннен кейін гүлдің тозаңдары арқылы қабынады. Кейбіреулер жыл бойы қабынып жүреді. Енді осының басқа да біз клиникалық жолмен басқа да себептеріне қарап көрелік. Басқа себептер қалай? Мәселен, біз жалпы қан арқылы, қан анализі арқылы осылардың туылу себептеріне үңіліп көрейік. Клиникалық жолмен. Бізде жалпы қан анализімізде бірінші көзімізге ұрып тұратын ақуыздар, гемоглобин. Байдан-бай. Осы гемоглобиндер жоғарылап кетсе қалай болады? Мәселен, қалыпты жағдайда мен әлемдік талдауларының қан талдау нәтижесін негізге алып айтып отырмын. Басқа талдауларды айтқам жоқ. Әртүрлі орталықтардың талдаулары әртүрлі болғандықтан мен тек қана әлемді негізге алып отырмын. Әлемде 1 литр қанның құрамында ақуыз тәнбай 120-да 140 болады. 1 литрдің құрамында. Бұл кезде адам қалыпты нормада жұмыс жасайды. Егер бұдан асып кетсе, 160 болып кетсе қандай белгілер пайда болады? Онда бізге оттегі жетіспей қалады. Ойлаңыздар, оттегі жетіспегеннен қандай жағдай болады? Мәселен, оттегі тапшылығынан адам денесінде бірінші улану пайда болады. Біздің бауыр жасаушыларымызда алт және ас деген 2 жасаушы болады. Оттегі тапшылығынан уланудан бұлардың функциялық қызметі бұзылады. Мінекей, көрдіңіздер ме? Оттегі тапшылығынан. Басқа да факторлар туындай бастайды. Оны біз айта берсек, онда өте көп дүние болып кетеді. Міне, біздің гемоглобиніміз жаңағы эритрицит, қызыл қанның құрамындағы ақуыздар деген сөз. Бұлар жоғарылап кеткенде оттегі тапшылық пайда болады екен. Ал енді төмендегенде қайда? Онда теміраздық, теміраздық, анемия пайда болады екен.
Міне бұл біздің осы мұрын аллергиясының келуіне, мұрын аллергиясының пайда болуына жақын ба екен? Өте жақын екен. Иммунитетімізге қатысты болып отыр. Ал енді біз аққан түйіршігін көрейік. Лейкоцит дейміз, Т-сибау. Егер осы лейкоцит жоғарылап кетсе қандай болады? Жоғарылап кетсе, онда бізде жаңағы чуыл қабыну пайда болады. Чуыну, бактериялық қабыну. Ол кезде біздің температурамыз көтеріліп кетеді. Тамағымызда қабыну пайда болады. Басқа жерлерімізде қабыну пайда болады. Температура көтеріліп кетеді. Енді мына жерде мен бір қысқарта кететін нәрсе, температура көтерілген кезде біз бірден асығып дәрі пайдаланбайық. 24 сағат қайнаған су ішу арқылы біздің денемізге электрод жіберу арқылы денжечі дейді. Электрод жіберу арқылы біздің қанымыздың қоюлануының алдын алайық. Сулық құрамын жоғарылатайық. Сонда біздің температурамыз өз натуральный түрде түссе, онда біз сол қанның құрамындағы бактерия мен вирусты жояды температура көтерілу арқылы. Өстіп 24 сағаттан тағы екінші күні сөйтіп түсіріп алуға болады. Біз шыдамсыздық жасаймыз да, өкіл салып біздің денеміздегі бактерия мен вирусты өз денемізге сақтап қаламыз. Мінекей, аққан түйіршігінің жоғарылап кетуінен, Т-сибаудың жоғарылап. Ал енді аққан түйіршігі төмендеп кетсе қайтеді? Онда біздің иммунитеттік жүйеміз мейлі шажан болады. Иммунитеттік жүйеміз төмендеп кетеді. Ал енді ойлай бер, иммунитеттің төмендегеннен кейін ауруға қарсылық қуатын қайтеді? Төмендейді деген сөз. Енді оны ары қарай тағы да кете берейік. Бізде лимба бездері болады. Лимба бездері, лимба сибау дейміз. Енді осы жоғарылап кетсе қандай болады? Біз енді жаңағы мұрын аллергиясына қатысты біз жалпы анализ бойынша талдау жасап келдік қой. Біздің иммунитетіміз төмендеді. Қандай факторлардан біз қанның жалпы анализінен көреміз дегенде соған түсініктеме ретінде айтып жатырмын. Лимба бездері, лимфоцит. Ол жоғарылап кетсе қайтеді екен? Вирустық қабыну. Ауруды айтып жатыр, шақырып жатыр. Ана көктем келді ғой. Ол жерде қандай? Жаңа бактерия, вирустар тіріліп жатыр. Бұл жаңағы лимба бездерінің жасаушыларының саны артып кетсе, вирустық қабынуларда келеді. Анаяқтан шақырады екен. Ал енді осы лимфоциттің, лимба бездерінің, лимба сибаудың саны төмендеп кетсе қайтеді екен? Біздің иммунитеттік жүйемізді зақымдайды екен. Иммунитеттік жүйемізді, иммунитет қалыптастыратын жүйемізді. Мәселен бізде көк бауыр иммунитетті қалыптастыратын жүйе. Осының функциялық қызметін төмендетеді екен. Мейіннің шусын болады екен. Ал енді арқай жүре беретін болсақ, осы біздің функциялық қызметімізді жаңағы аллергиялық тудыратын факторлардың тағы біреуі қайсы? Нейтрофил. Чоңшин лисибау. Орташа типтегі жасаушылар. Бұлардың саны артып кетсе қалай болады екен? Онда бактериялық қабыну. Ол нені шақырды? Жаңа көктемде жан жануарлардың бактериялар, шіріген заттардан зомдар өсті. Бактериялар шықты. Міне бұны орташа типтегі жасаушылар бұны шақырады екен. Ал енді ол төмендеп кетсе, вирустық қабыну пайда болады екен. Мінекей, осы вирустық қабынулардың барлығы біздің иммунитетіміздің төмендеуімен осы мұрын аллергиясының қалыптасуына негіз қалып отыр. Енді тағы біреу эзинофил. Шизаншин лисибау деп. Қышқылдық жасаушылар. Қышқылмен негізді реттеп отыратын жасаушылар. Бұл жоғарылап кетсе, бұның жасаушының саны, қанның құрамындағы жасаушының саны болады, тұрақты саны болады. Содан жоғарылап кетсе қалай болады екен? Тағы да аллергия, гомин болады екен. Ал енді осы эзинофилдің жасаушының саны төмендеп кетсе не болады екен? Вирустық қабынуларды келтіріп шығады екен. Мәселен, обадан болатын, тарқалмалы тұмаудан болатын, вирустан болатын тұмауларды қабылдап алады екенбіз. Не біз жай әдетте мұрын аллергиясының тек қана көктем, күз кездерінде шырышты, мұрынның шырышты қабаттарында осындай бактерия мен вирустардың, тозаңдардың әсерінен қабыну пайда қылатын қосымша негізгі факторлар не екен? Негізгі факторларымыз біздің жалпы анализімізде жоғары жақта айтқан көрсеткіштер екен.
ауырып еміз дегенше ауырмайды жол ізде. Әл-Фараби шығыс медицинасы, біз сіздермен біргеміз. Бұл өнім спиртке шыланған осы Қазақстанда шөптерден, тамырлардан, дәндерден тұнба жасау арқылы жасалған шөп тұнбасы. Бұл эффектісі бірден мұрныңызға тамызған кезден бастап оң әсері болады. Ауырып еміз дегенше ауырмайды жол ізде. Біз сіздермен біргеміз. Әл-Фараби шығыс медицинасы.